Бауыржан Момышұлы, Ұшқан ұя, жалғасы. Көкем қыстаудағы шаруашылығына күнде барушы еді. Әлденені тындырып, түскі асқа келіп қайтатын. Бүгін де түскі тамақтан кейін аз ғана мызғып алмақ болып жатқан. Шаршап келгенде лезде ұйықтап та кетті. Маған қораны сыпырып қойып тапсырып еді. Бар ынтамен жұмысқа кірістім. Әлде бір әнді ыңылдап, көңілді жүрмін. Тіптен айналадағының бәрін ұмытқандай, еш нәрсенің де елер емеспін. Оқыс шыққан айқайдан селт ете қалдым. Қарасам, аққұл шал келтек ұстаған бір топ адамды ертіп алып, біздің үй жаққа айқайлай адымдап келеді екен. Ей, жаман сәуріктей болған қасиетсіз момынқұл, шық бермен, ар алдында әділ жазаңды тарттырайын, деп барынша айқайлады аққұл. Түрі бұзылып, жауар бұлттай түнеріп алыпты. Еш нәрседен аянар түрі жоқ. Шүңірек көзі қанталап, өз ашуына өзі буынып тұр. Мына топтың бір сұмдыққа бел буғанына шошынғаным сонша, киіз үйге сүріне қабына сүңгіп кеттім. Даусым қалтырап, тізем дірілдеп, әрең сөйледім. Ағатай, көкетай, тұрыңызшы, аққұл атамдар сені сабауға келіпті деймін. Нені айтып, нені қойғанымды өзім де білмеймін. Ұйқысынан әлі толық оянбаған көкем менің дегбірсіз сөзіме түсіне қоймапты. Орнынан ұшып тұрып, не деп оттап тұрсың, есің дұрыс па өзіңнің, деп зекіп қалды. Бұл кезде тыстағылардың даусы да қатты шығып еді. Жабыла даурығып, жамырай сөйлеп жатыр. Қалай екен, қалтырадың ба қоян жүрек сұмырай? Шық бермен деймін, жаның барда, шық бермен. Естіп тұрмысың ей сен? Өз шаңырағыңды бүркеніп, бұғып қалмақсың ғой. Ер болсаң шық бермен. Әкемнің аруағын сыйлап, үйіңді сабай алмаймын. Тысқа шық. Ақмақ басыңның мылжа-мылжасын шығарайық. Көрінемісің көзге өзің? Босағадан кимелеп, зікірлеп үйге бас сұғу, отау ішінде ойран салу салтымызда жоқ нәрсе ғой. Сондықтан да аққұл тобы ішке кірмей, 20-30 қадам жерде даурығып тұр. Көкем сыртқа шықса, лезде түтіп жеп, көгала қойдай етпек. Оқалақ тиген малдай отауға сүйкеніп, үй ішінде ұрыс салған адамды бүкіл жұрт айыптайды. Аруақты қорладың, отбасының ырысын шаштың, ошағымызды бұздың, ата-баба ардақтаған төрімізді сыйламадың деп кінәлайды. Торғайда бұтаны паналайды. Ал сен болсаң, үйге тығылған адамның өзін өкшелеп қоймайсың. Көргенсіздің ісі ғой мынауың, дейді ел жұрт. Ер болғаныңды ұрайын, су жүрек, қорқақ, деп жұлқынды жалпақ бет жайын ауыз Жақсыбай. Ол аққұлдың үлкен баласы еді. Бет-әлпеті өзгеріп, түсі бұзылып, онсыз да келісімсіз өңі адам көркісіз болып кетіпті. Мына сөз өзге түгіл жас болсам да жанымды жыланша шағып алды. Ішімді у өртегендей күйіп барым. Бойымдағы қорқынышты жеңіп, тысқа жүгіріп шықтым. Мынау анталаған ашулы топқа. Көкем қорқақ емес, ол ұйықтап жатқан болатын. Қазір киініп шығады, дедім кіжіне сөйлеп. Әй, қаршадай болған жүгірмек, шіңкілдемей мұрныңның боғын сүртіп ал, деп баж ете қалды Жақсыбай. Оның үрейлі түрінен шошынып, үйге қайта қойып кеттім. Көкем сырттағы өзіне айтылған бұлапыт сөздерге әзер шыдап, асыға киініп жатыр екен. Қазір, асықпасаң салпаузың қанға толар, деп тістеніп алыпты. Үй ішінен қолға ілінер нәрсе іздеп еді, көзіне еш нәрсе түспеді. Көп кідіруге шыдамай, құр қол жүгіріп шықты. Міне, мен де шықтым, не боп қалды, дей бергенше, аққұл тобы әй-шайға қарамай сойылды басына жаудырып жіберді. Айқайлап, шулап, бастырмалатып, төпеп жатыр. Аққұл болса, өз тобына сүйсіне қарап, одырайып бір шетте тұра берді. Көкем болса, жауып кеткен таяқтан басын қорғап, кез келгенін аяғымен тепкілеп жүр. Менің көмейіме тас тығылғандай, ызадан булығып, өзіммен өзім іштей арпалысып тұрмын. Болсайын десем, мына жұлқынған топтың аяғының астында тапталып қаларым анық. Оның үстіне менде қай шама бар дейсің? Көзім жасқа толып, бақырып жіберуге әзер шыдап тұрмын. Сарт-сұрт еткен таяқ өз денеме тигендей түршігіп барамын. Сай-сүйегім сырқырайтын сияқты, жабыла талап жатқан тобырдың әділетсіздігіне күйінемін. Әйелдер шулап, азан-қазан болып та кетті. Жұлқысып, алысып, ырсылдаған ерлердің қырылдақ үніне, әйелдердің бажылдаған ойбайы қосылып, күңірентіп барады. Кенет көкем қарсыласып, біреуінің таяғын тартып алды да қоршаудан сытылып шықты. Сөйтті де кілт бұрылып, аққұл тобына қырғидай тиді. Көкемнің бойына әлде қайдан күш құйылғандай құлшынып шыға келді. Әлгілерді
бет қаратпай шетінен сұлатып жүр. Олардың қолдарындағы қаруын қағып түсіреді де өзі шүйлігеді. Қарсы жақтың жігіттері жауырыны қайқаң етіп шоқиып қала береді. Ең соңында Аққұлдың ұлы Жақсыбай да жалпасынан түсті. Бәрі де топыраққа ауып тырманып жатыр. Жаңа ғана өн бойым дірілдеп, қорыққанымнан не істерімді білмей алақтап тұр едім, енді мәз-майрам болып қалдым. Мына қорлыққа Аққұл шыдай алмады білем. Баласының сұлап жатқаны сүйегіне батты ма, кенет қолындағы таяғын көтеріп, көкеме қарай кәрі арыстанша айбат-шеге ұмтылды. Көкем бұл жолы қорғанбады. Қолындағы келтегін лақтырып тастап, екі қолын артына ұстаған күйі ашулы шалдың алдында тұра берді. Қанша қағажу көрсе де, үлкенге қол көтермегеніне мен де ішім біртүрлі жылып сала беріп еді. Бірақ көз қарауытып кетті ме, әйтеуір Аққұл шал әдепке тосылған жоқ. Қолындағы таяқпен көкемнің қақ маңдайынан періп жіберді. Жарылған бастан қарақан бұрқ ете қалды. Бетін жауып кетті. Аққұл таяғын тағы сілтей беріп, кілт тоқтай қалып, мұңайып төмен қарады да, еңсесі салға кеткендей бұрылып, соңына қарамастан бүкірейіп, кібіртіктей басып, өз аулына тартты. Жеңілген жігіттер оның соңынан бөкселерін сүйретіп, бастарын салбыратып бара жатты. Көкем қанын сорғалатқан күйі бықсып жатқан ошақ қасына келді де, текеметтің шетінен кесіп алып, жарылған жерге киіз күйдіріп басты. Кешке әкем келді. Біз бәріміз тұс-тұстан дуылдап, жанжал жайын айтып жатырмыз. Көкем ұрыстың неден шыққанын өзі де білмейтінін әкеме барынша түсіндіріп бақты. Бірақ әкем үнсіз отырып, әй қайдамын дегендей басын шайқай беріп еді. Қақтығысқа себепкер болған орынсыз күдік екен. Шөп шабатын көп сайдың біреуінде шөбі белуардан асатын бір сай бар еді. Сол сайдың етегінде шөп жапырылып тапталып қалған шұңқырға біреудің көзі түседі. Ауылдың бір адамы осы арадан өтіп бара жатып, мына жерге ғашық біреулер аунап-қунап, мейірлерін қандырған екен ғой, деп көңіліне күдік секем алады. Кім болды екен, адалды арамдап жүрген қаян тұрғандар екен деп әлек болады. Кенет ол жаңа келе жатқанда осы тұстан менің көкем өткенін, көп ұзамай Жақсыбайдың әйелін алыстан көргенін есіне алады. Демек, солар ғой көзге шұпсап жүрген, шалғынға аунап, ұрлық сезімдерін осында қосқан екен-ау. Бәсе, шайқалған шалғын бекерге жапырыла ма? Қой, бұл жүгенсіздікті көріп біліп тұрып, айтпағанын күнә шығар. Мына адалын некелерін бұзып, қос қарғыс атқанды дер кезінде жөнге салу керек екен, деп, әлгі кісі жерден жеті қоян тапқандай Аққұлдың үйіне тура тартады. Ұялмай қызармай, өз ойын болған істей түгел баяндап береді. Түңлікті үйге мұнан артық масқара бар ма? Бетке шіркеудің үлкені де, жұртқа күлкінің шегі де, шаңырақ абыройын айрандай төгуде осы емес пе? Өсек ойран салды дегендей, байыбына барып болмай, Аққұл әулетінің аттан салғанында бостан екен. Сол бір қақтығыстан кейін екі қатар қоныстас ауыл қырғи қабақ болып та қалды. Ағайын боп араласып, алыс-беріс жүріп тұрған қос ауылдың арасына із түспей, құлаққа ұрған танадай тынып еді. Аққұл ауылының ер азаматы біздің жақта қайтпас есес кеткендей тістеніп жүр. Жайдары ауылды жабырқау зіл басты. Апта бойы екі ауылдың адамы алакөзбен атысып жүрді. Күйеуі сілейте соққан сорлы әйел бір сырлас әріптесінің үйіне тығылыпты. Қанына қарайып алған Жақсыбай шаңыраққа кіруден бата алмайды. Сөйтіп әйелі осы үйде паналайды. Аққұл әкеме адам жіберіпті. Мына қақтығыстың билігін өзі айтып, ұлы мен келінін ажыратып берсін. Адал некені бұлғаған күнәһарларға үкім шығарсын деп сәлем айтыпты. Әкем хабарманнан қайта сәлем жолдады. Біріншіден, інім мен сенің келініңнің арасындағы күнәнің ақиқатына көзім жетпейді. Екіншіден, аппақ сақалыммен ақ-қараны ажыратпай жатып, зәбірлендім деп жар салған өзіңсің. Сондықтан басқа қалыс рудан би шақырып дауласу сенің міндетің, Аққұл. Екеуміз де соның алдында жүгінейік. Бұл қалыстығын айтар. Мен болсам, жауапкер ретінде алдына бармақпын. Сен де жауапкерлігіңді ойланып барарсың деп қайтарды әлгі хабарманды. 2 аптадан соң ел ағалары жиылып үкім айтуға билер бас қосты. Әдетте мұндайда екі жаққа да қалысы ағайын ғана үкім айтады. Бір жағына бүйрегі бұрмай, аралық әділдігін солар білдірмек. Билікті Жарымбет ақсақал жүргізеді екен. Ұзын бойлы, ет жеңді қарт, өте жабырқау еді. Іштей езіліп, қатты қиналып отырғаны түрінен білініп тұр. Жұртқа қабағының астынан түнере,
тұнжырай қарайды. Аққұл тобы оң жаққа жайғасты да, айыптылар тобы саналған біздің жақ сол қанатқа тізе бүкті. Мұндайда айтыс арасында ақжаулық атаулыдан бір жан қатыстырылмайды. Солардың сыртынан том пішіп, үкімін айтатындай ерлер. Еркектердің ісіне қол сұқпайтын қатал әдет өз күшінде. Уа халайық, тірі пенде тірлігінде не көрмейді? Ащының да дәмін татып, ауыртпалықтар қалайды, күнәға белшесінен батып, ары алдында азапқа да түседі. Біреудің обалына да қалып, көз жасына да ұшырайды деп бастады сөзін Жарымбет бәсең үнмен. Жұмыр басты пенденің бәрі күнәһар, бірақ соны біреу білместікпен істесе, енді біреу албырттықпен алданып қалады. Тек сол күнәңді шын жүрекпен адал мойындап, арыңа жүгінсең ғана, сол күнәңнің ауыртпалығын бар болмысыңменен сезіне білсең ғана, қаныңа түскен қара күйені кетіре аласың. Жауласқан жұрттың жұлынын босата аласың, ағайынның араздығын жоя аласың. Сендер екеуің де бір атаның ұлысың, қысылтаяң кезеңде бір арнаға бірігіп, бір рудың намысын ту ететін туыссыңдар. Бір дәннен көктеп шыққан жеміссіңдер. Біріңнің жаның қиналса, екіншің қанат астына қымтап, қамқор болар ағайын едіңдер, деп барып тағы тоқтады Жарымбет. Ауыр күрсініп алып, сөзін қайта жалғастырды. Менің төрімнен көрім жақын кезімде, сендер мені ауыр нәрсені шеш деп шақырып отырсыңдар, деп шал тағы бір күрсінді. Аталас елдің атына лайықсыз, туысқанның түңлігін қаралайтын көргенсіз тірліктің үкімін айт дейсіңдер. Қиналып отырмын, қынжылып отырмын. Жүздеріңе тік қарай алмай, жүйкем құрып отырмын ағайын. Айтыңдаршы өздерің, әділін ақтар айтыңдаршы, қалысын айту маған да оңай соқпай отыр ғой. Алдымен сен сөйлеші Аққұл, деп оң қанатқа мойнын бұрды. Аққұлдың әжімді жүзі жыбырлап, өзі құрысқандай бір уыс болып бозарып сала берді. Қанын ішіне тартып, қатайып алыпты. Қамшысының сабымен жер тіреп, жүгініп отырып, ашынып сөйлеп кетті. Нені айт дейсің мен бейбаққа Жареке? Қартайғанда жарық дүниеге тура қарай алмай, бетім күйіп қалған жоқ па? Ақсақалыма қара күйе жағылды, ақбасыма қара дақ таңылды. Несін айтайын, бетке шіркеу белгілі күнә емес пе Жареке-ау? Деп Аққұл кенет қалшылдап, қамшысын көтеріп байбаламға басты. Қалш-қалш етіп орнында әзер отыр. Мына жаман сәуріп, менің шаңырағымның арын былғады. Әулетімді күлкі мазақ қылды ғой. Сабыр ет Аққұл, егер сен оңды солдыға қарамай, аузыңа келген былапытты ақтара беретін болсаң, қамшы көтеріп қайта дүрліксең, әділдік іздеп несін шақырдың? Бізді аулыңнан қуып шықта, бұдан былай да білгенін істей бер, деді Жарымбет сұстанып. Аққұл абыржып жым болды. Жарымбет оған жан ашығандай қарап, енді жайлап үн қатты. Өзің ойлашы Аққұл, өзің де кішіге ақыл айтар, жұртқа елдікті айтар жасқа келдің. Құдайға шүкір бір елдің ақсақалы аталып, құрмет тілейтін жасқа да жеттің. Тым болмаса сол сияқты біздің сақалымызды сыйлап, қызбалығыңды доғарсаңшы. Аққұл үн қатпай отырып қалды. Сен сөйле момыш, деді Жарымбет әкеме қарап. Жареке, бұл жай туралы жарытып сізге еш нәрсе айта алмаймын-ау. Бұл қақтығыстың басы қасында жоқ едім. Көрмеген адам көңілмен болжағанмен, әділін айта алмай жүрсем айып емес пе? Інімнің өзі сөйлесін, өзін өзі ақтауға, ақиқатын айтуға, әділдікке жүгінуге жарап қалған жоқ па? Өзі баяндасын Жареке. Мұның өз тізгінін өзіне бердім. Ал сөйле момынқұл, деді Жарымбет баяу үнмен көкеме қарап. Көкем абыржыған жоқ. Үлкендерге ізет көрсете жүгініп отырып, сөзін бастап кетті. Жареке, әміріңізге құлдық. Мен Аққұл ақсақалмен айтысып, бет жыртысып жатуға ұяламын. Үлкенмен тіресіп, жарыса билік сұрау менің бойыма сиятын биіктік емес. Өйткені Аққұл ақсақал туысқаным, ұстазым, ақылгөйім, басымды тігуге бармын. Қылша мойнымды қылышыңызға да тосар едім. Ауыртпалығыңызды аянбай көтеріп, азабыңызды мыңқ етпей арқалауға әзірмін ақа. Бірақ бетіме ыстық судай шашылған осы бір ұятты жала түсінбестіктен туып отыр. Бұл өсек сіздің бықсыған отына тірдей қақтаумен тең емес пе ақсақалдар-ау? Байыбына бармай байбалам салған ахаңа қатты ренжулімін. Жылан тілді бір өсекшінің әзәзіл сөзі үшін ағайынның беті күйіп, байғұс келініңіздің жүзі төмен болып отыр. Аппақ арына сасыған қоқсықты аямай төге салмадыңыздар ма? Біз ер әйелді адалдықтың айнасы, тазалықтың тұнығы деп білмеуші ме? Сол бейкүнә тазалықты өз қолдарыңызбен былғадыңыздар ғой. Осы тұста өшір үніңді күшік, қарғыс жаусын саған, деп ышқына айқайлады Аққұл қарт. Жарымбет Аққұлды
ала көзімен атып жібере жаздады. Шыдамай зекіп жіберді. Бәлкім менің орныма өзің би болып отырарсың, Аққұл. Аққұл тағы да жым болды. Осы үнсіздікті пайдаланып, көкем қайта сөйлеп кетті. Ақа, мен сізді туған ағамнан артық көріп сүйуші едім. Әлі де сол сезімдемін, деді көкем басын таңған орамалды түзетіп қойып. Сіз мен туралы не ойласаңыз да еркіңізде. Алайда әзәзіл біреулер сізді ақ жолдан тайдырып отырғанын түсінсеңіз деп тілеймін. Ант етейін, алдыңызда арым таза. Мен сізге қол көтерген жоқ. Сіз таяқтады деп тағы да өкпелемеймін. Бас жарылса, бөрік ішінде демей ме? Үлкен ұрса, іні шыдар. Ал қалған топтан тек қана қорғануға тура келді. Қарап тұрып өлем бе, жабылып сабағанына шыдай алмадым. Мен саған мына шіріктер шетінен ұрып құлатты деп кінәламаймын деп, Аққұл өз тобына жиіркене бір көз тастады. Өңшең мұндай шіріктерді сен ұрмасаң, басқалары ұрып жығар еді. Шірік, шірік деп соққылаумен өз тобын сұғанақтады. Көкем мұнан соң Жарымбеттің сұрағына жауап беріп, қақтығыстың қалай болғанын айтты. Жарымбет көкемді зейін қойып тыңдап алып та, қырау шалған қабағын тұнжыратып, қасын қинала керді. Сонан соң Аққұлға ала көзімен қарады. Жайбырақат жатқан адамға жабылғанын қалай, Аққұл? 10 адамға келтек беріп, бір адамға айдап салып қарап тұрғанын қалай? Саған тағылар бірінші айып осы болмақ. Жасыңды сыйлап, басыңды сыйлап, сақалды сыйлап, қол көтермеген адамға таяқ жұмсағанын қай сасқаның, Аққұл? Үлкендігің осы ма? Саған тағылар екінші айып осы. Аққұлдың басы салбырап, жер шұқылап отыра берді. Кенет шеткі одан әсем киінген сымбатты келіншек көрінді. Ол батыл басып, әйел бас сұқпайтын мынау даулы ортаға қарай келе жатыр. Жұрттың бәрі аң-таң. Аққұл өз келінін көріп шошып түсті. Екі қолын ербеңдетіп, сасқалақтап, жалбарынған үнмен: "Қайт балам, қайта ғой шырағым, қайта ғой", деп қалбалақтады да қалды. Иә, оның үнінде бұйрықтан гөрі жалыныш, зекуден гөрі жалбарыну басым еді. Бірақ әйел жалынышын естіпегендей, топқа қарай қадамын соза басып келеді. Әйел жақын келді де үлкендерге иіліп сәлем берді. Әкесінің қасында бүрісіп отырған күйеуіне жек көре бір қарады. Қанын ішіне тартып, бозарып кетіпті. Жанары ызалы ұшқын атып, жас тығылып тұрғандай. "Көргенсіз деп жүрмеңіз, айналайын атажан. Үстімізге баса көктеп келді деп, көңіліңізге ауыр алмағайсыз жарықтық", деді ол Жарымбетке бұрылып. Үні мен қимылының батылдығы сонша, тіптен отырғандардың біреуі де тәй-тәрі дей алмады. "Мен де біреудің перзенті едім. Жат жұрттық боп жаралып демесеңіз, мен де ата-анамның аялап өсірген баласы едім. Қыз боп туғаныма қорланбап ем. Мына қорлық сай сүйегімді сырқыратты ғой. Сіздер де ұл қыздың атасысыз ғой, жарықтық. Сіз үшін ұл мен қызыңыздың арасында ала-құласы бар ма? Екеуінің де бақытын тілеп, әлдилеген әкенің бірі сіз емес пе едіңіз? Перзенттің бәрін бірдей көру, бәрін бірдей аялау ата-ананың парызы емес пе еді? Мен де әке-шешем маңдайымнан шертпей, ұлдан кем қылмай, кем көрмей өсірді. Босағамды оңғара көр деп, ақ тілеумен алдарыңызға алғаш келгенде алылау көрем деп ойлаппын ба? Өзге табалдырықты аттап, өзге отаудан, өзге елден бақыт іздеп келін боп келгенде қағажу көрем, қақпай көрем деп, мұңымде ойлап түсімде көрем деппін бе? Келіннің қуанышы өзге қуаныштан кем бе еді, ата? Мен де сіздің балаңыз емес пе едім?" деп Аққұлға қарады. "Мен де осы босағаны сондай ізгілікпен аттап едім. Амалым қанша, алдаған екен үмітім. Жарықтық, алдыңызға мен де бір балаңызбын деп келіп тұрмын. Амалсыздан әдепсіз көрінгендей жайым бар. Айыпқа бұйра көрмеңіз. Келмей тұра алмадым. Кеудемді бір жалын кеулеп, запыран құсқандаймын қазір. Тыңдай көріңіз мені. Рас, мен жалғызбын, қорғансыз әйелмін. Маған ара тұрар адам жоқ. Жаман еркектің әлі жақсы әйелге жетеді дегендей, тап қазір қай еркек болса да сабап, тіптен өлтірем десе де шамасы келеді. Табанда осы жерден қуып шығамын десеңіздер де еріктеріңізде. Алайда мені тыңдауға, аз ғана көңіл бөліп, жайымды ұғуға дәтіңіз шыдай ма, жарықтық? Тыңдайды деп келіп тұрмын." Бұл сөздің бәрін келіншек бойындағы дірілін, кеудесіндегі ызасы мен толқуын жеңіп тұрып, қолмен қойғандай, шегемен қаққандай айқын баяндады. Адал адам ғана осылай батыл сөйлей алады деп ойладым мен ішімнен. Өйткені оның сөзі жан сезімнің нұрын шашып, жалаға қарсы жалындап тұр еді. Әйелдің бүкіл бітімі, жан дүниесі, тіптен киімінің әр түймесіне дейін әділетсіздікке деген айбатын айқын танытатын сияқты. Қаны қашып, сұрланған жүзі қуқылданып көрінсе де, батыл шешімнің
ұстамдылықтың, өжеттіктің нышанын әйгілей түседі. Жарымбет ақсақал да, өзге жұрт та келіншектің батылдығына қайран қалып ұйып отыр. Қарт келіншектің бетіне тура қарап еді, одан сезіктенуді әлде имену нышанын аңғара алмады. Айта ғой балам, айта ғой, деді Жарымбет абыржып. Сөйтіп екі қолымен сақалын кезек-кезек сипай берді. Мен алдарыңызға келгенде, деді Зәуре өзін өзі әдеп ұстап, сіздермен айтысайын, тартысайын, соттасайын деп келгем жоқ. Ондай күн туса, ол үшін жаңа заманның соты, советтің әділ заңы бар. Алдымен соған жүгінем. Ол соттың алдына ерлермен бірдей өз сөзімді өзім айта алам. Маған арашылаудың керегі жоқ. Бірақ айтайын дегенім ол емес еді. Мен сіздердің алдарыңызда мына күйеуіме өз шешімімді естірте кетейін деп келіп тұрмын. Өйткені осының байбаламымен жұрттың бәріне күлкі болдық. Сөйтіп тектен-тек мазақ болып, жұрт көзіне түрткі боп тұрмын. Таза жүрегім өсектің қозына көмілгендей, өне бойым ұяттан өртеніп барады. Енді бұл күйікке шыдай алмаспын. Жаңа өкімет еркіндікке, теңдікке ерік беріпті. Сол теңдігімді енді пайдаланам. Масқара болып жүре алмаймын. Сондықтан бұл үйден біржола кетуге бел байладым. Қара ниеттің қасында қалуға енді менде шама жоқ. Мына сөзді естігенде отырғандар ауыр күрсініп алды. Келгелі өзіңізден кейіс естіп көрген жоқ едім. Қабақ шытып көңіліме тиген жоқсыз. Мұныңызға мың да бір рахмет, ата. Алдыңыздан өтіп, қоштаса кетейін деп келдім, деді Зәуре енді Аққұлға бұрылып. Не дейсің, балам, не дейсің, деп кемсеңдей берді Аққұл. Бірақ Зәуре бұл сөзді естімегендей Жарымбет жаққа бұрылып. Жарықтық, мені төркініме жеткізіп сал деп бір жігітке тапсыруға жарайсыз ба? Сізге айтар тілегім осы еді, деп Зәуре енді күйеуіне тесіле қаратты. Ал сенің босағаңнан тірі жүріп аттамаспын, деді. Ақсақалдардың алдында тағы да кешірім сұрап, келіншек бұрылып жүре берді. Жұрттың бәрі томсырайып, төмен қарап отырып қалды. Олайсыз тыныштықты ешкім бұза алмады. Жарымбет ақсақал абыржып, алақанын уқалай берді. Ақыры қатты күрсініп, байғұс балай, әбден қорланған екен-ау. Төрімнен көрім жақын кезінде оған мен тоқта деп айта алмаймын. Төркініне апарып салыңдар. Біраз ата-анасының алдында жүріп ашуын басар, ойланар. Менің айтарым осы, көпшілік, деп қарт орнынан тұрып атына қарай жүріп кетті. Қайтарда Зәуре жайлы әркім әрқалай толғанып келе жатты. Алайда бәрі де бейшара әйелге керемет қиянат жасалғанын іштей мойындап еді. Кенет арт жақтан әжемнің даусы естілгендей болды. Есуас болсаң да, бүгін өзіңді ақыл ұстадың, деді әлгі дауыс. Мен бұрылып қарасам, сөйлеп келе жатқан әжем емес, әкем екен. Әкемнің үні мен даусы әжеме ұқсас еді. Қатарласып келе жатқан інісіне айтқан екен әлгі сөзді.